Кешегі сұхбаттан көргеніміздей, біз ақпараттық майданда жеңілгендігіміз анық. Оның енді көптеген себептері бар. Бірақ біз мынандай мәлімдеме жасай аламыз. Дәл қазіргі сәтте Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы университетте біз рейтинг жағынан өте жоғары және сауатты, қазаққа керек мемлекетші журналистер дайындап жатырмыз. Оны кеше ғана өткен Атамекен рейтингісі бойынша біздің журналистер бірінші орын алды. Бұған дейін біз осы журналистиканың олимпиадасының ішінде бас жүлдені алып келген, гран-при досында алып келген болатынбыз. Осының алдыңғы жылда біз 3-ші орын алдық, оның алдында 2-ші орын алдық. Демек, біздің осы ғимаратымызда мемлекетшіл, яғни ұлттың сөзін сөйлейтін журналистер дайындаудамыз. Келесі ақпараттық соғысқа қалай берді кез келген сырттан төнген әртүрлі қауіптердің бәріне біз қай кезде осындаймыз. Себебі бізде анықтамалық, сараптамалық журналистика, бізде факт-чекинг, бізде журналистикалық сауаттылық, бізде саяси журналистика, осылардың бәрі пәндері қазір кіргізіліп, енгізіліп, осының бәрі оқытылып жатыр. Демек, біз болашақ соғыста, болашақ майданда жеңілмейміз деп ойлаймын. Қазіргі таңда жүргізілген зерттеулерге сәйкес, олардың жаңағы сын тұрғысынан ойлау қабілеті, яғни сонымен қатар қоғамда болып жатқан жағдайларға эмоционалды төтеп бере алуы бүгінгі таңда өзекті мәселеге айналып отыр. Осы орайда Торайғыров университетінің тұлғалық даму және білім беру кафедрасы жастарды даярлау бойынша арнайы семинарлар, курстар жүргізіп жатыр. Болашақ психологтарды дайындауда эмоционалды интеллект пәнін майнерлерді енгізіп жатырмыз. Сонымен қатар мектеп психологтарына арналған эмоционалды интеллект және сыни ойлау біліктілікті арттыру курсын өткіздік.